Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің бейне сабағымның тақырыбы жаңбырдың пайдасы, ақ жаңбыр. Жәнібек Карбозин. Әдебиеттік оқу 3-ші сынып 86-шы сабақ. Олай болса, балалар, бүгінгі тақырыбымызға сай жаңбыр тамшылары арқылы сергіп алайық. Балалар, бүгінгі сабағымызды қолшатыр әдісі арқылы өз-өзімізді бағалап отыруымыз тиіс. Яғни, әрбір берілген сұрақтарға дұрыс жауаптар үшін бір ұпайдан беріп отыруды ұмытпаңыздар. Біз өткен сабағымызда Нұрсұлтан Әлімқұловтың «Жаңбыр жауды», Адырбек Сопыбековтың «Нөсер» өлеңдерімен танысқан болатынбыз. Балалар, өткен тақырыпты пысықтау мақсатында енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жаңбырға қатысты 5 сөз ойла. Өлеңдердің ұқсастығы неде? Нөсер өлеңінің авторы кім? Жаңбыр жауды өлеңінің авторы кім? Ал енді балалар, мұна пазлдағы жұмбақтарды шешіп, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не туралы болатын анықтап алайық. Күн ұзарып, қар ерейтін. Бұл қай кезде болады? Жарқ етсе сабау қамшы, нөсерлетіп жауар тамшы. Көк теңізде ақ қаздар жүзіп жүр. Тырыс-тырыс тамады, сайға қарай ағады. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді анықтау. Кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп тауып бағалау. Жәнібек Карбозин, қазақ ақыны, жазушы және драматург. 1933 жылы мамыр айының 15 жұлдызында Алматы облысы Жамбыл ауданы Дегерес ауылында дүниеге келген. Балаларға арналған өлеңдермен қатар Кербақпай, Қолқанат, Қарабек пен Қарақшы сияқты пьесалар жазды. Ал енді балалар, Жәнібек Карбозин жаңбыр туралы не айтты екен? Соны тыңдап көрейікші. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сіздерге алдымен жаңбырдың пайдасы туралы айтып өтейін. Жаңбыр табиғаттың керемет сыйы. Ол біздің өмірімізге көп пайда әкеледі. Жаңбыр су қоймаларын толтырып, өзен-көлдердің суын көбейтеді. Жаңбыр өсімдіктерді суарады, олардың жақсы өсуіне көмектеседі. Ал өсімдіктер ауаны тазартады және бізге тамақ береді. Жаңбыр сонымен қатар ауадағы шаң тозаңды жуып, ауаны таза етеді. Жаңбыр жануарларға да су береді, топырақты ылғалдандырады, табиғатты жандандырады. Жаңбыр біз үшін өте маңызды табиғат құбылысы. Сондықтан оны құрметтеп қорғауымыз керек. Балалар, ал енді менің сендерге арнап жазған ақ жаңбыр мысалымен танысып шығыңдар. Ендеше балалар, ақ жаңбыр мысалының бейне жазбасын көрейік. Ақ жаңбыр мысал, Жәнібек Карбозин. Ақ жаңбыр бір тамбайды, бір басталса тәулік бойы тынбайды. Үнсіз тұрып, төге береді. Мұны көрген өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деп аттақты. Бұл не? Деді ол. Болбырап, ыбылжисың да тұрасың. Ішіңде пыспайды екен. Жаусаң, астан кестеңін шығару керек қой. Міне, былай, деді де сатырлатып қия жөнелді. Көшедегі арықтарға су толып, лайланып аға бастады. Жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Әлгінде ғана бір қалыпты тып-тыныш тіршіліктің астан кестеңі шыққандай болды. Оған қарап жатқан өткінші жаңбыр жоқ, өз-өзіне мәз болып, әне, солай дегендей болып, қырқадан асып та кетті. Іле-шала бұлт ыдырап, жарқырап күнге шықты. Жаңбыр суы сай-саламен ағып кетті. Самал есіп, өсімдіктерді тербетті. Шөп біткен бастарын шайқап, шөліміз қанбай қалды-ау.
Өткіншінің мұнысы несі? Ұшып қонып келді де кетті, деп ренжісті. Сонда бір кәрі қурай тұрып, қиналып қайтесіңдер, одан да ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар деді. Әй, бұл да дұрыс екен-ау деп, шалғындар ақ жаңбырға бұйымтайларын айтты. Ол тыңдап болып мақұл деді. Сол-ақ екен, ақ жаңбыр аспай-саспай тәулік бойы жауып еді, жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Келесі бізде ұжымдық жұмыс. Яғни, ақ жаңбыр мысалын түсініп оқисыздар. Бұл мәтінді оқу үшін сіздерге 5 минут уақыт беріледі.
мәтінді түсініп оқып болған болсаңыздар, мына жапырақтарда жасырылған сұрақтарға дұрыс жауап беру арқылы Бақаның анасына жетуіне көмектесейік. Мәтіннің кейіпкерлері. Жалқау жаңбыр деп қай жаңбырды атады? Шөптердің шөлі неліктен қанбай қалды? Қурайдың ақылы қаншалықты пайдалы болды? Ақ жаңбыр қалай жауды? Қай кейіпкердің іс-әрекеті дұрыс? Жарайсыздар. Келесі бізде топтық жұмыс, яғни ақиқат пен жалған ақпаратты анықтап, оны белгілейсіздер. Өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деп аттақты. Жаусаң, астан кестеңін шығару керек қой, деді ақ жаңбыр. Өткінші жаңбыр жауғанда жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Шөліміз қанбай қалды деп Қурай ренжіді. Өткінші жаңбыр үнсіз тұрып төге береді. Келесі топтық жұмыс сәйкестендір. Яғни, екі бағандағы сөздерді бір-біріменен сәйкестендіресіздер. Келесі тапсырма оқулықпен жұмыс. Сызбадағы ретпен мәтіндегі сөздерді пайдаланып, мысалды талдап айтасыздар, яғни кейіпкерлерге сипаттама бересіздер. Бұл жерде мәтіннің авторы, мәтіннің атауы, ондағы кейіпкерлер, сол кейіпкерлерге сипаттама және соңында қорытынды ой. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында гүлге су құю арқылы мынандай сұрақтарға жауап береміз. Мәтіннің авторы, мәтіннің атауы, кейіпкерлері, оларға тән сипаттама, қорытынды ой. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақты енді қол шатыр әдісі арқылы өздеріңізді бағалаңыздар. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болған болса, мына қол шатырлардың түстері арқылы кері байланыс беріңіздер. Үйге тапсырма ақ жаңбыр мысалын оқып, оны мазмұндау. Сонымен қоса, жаңылтпашты жаттап, оны жатқа айтуға жаттығу.